Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай дайындалатын, бір жасағаннан шығатын коржықтардың рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздерге дайындаған видеомды соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ас соданың дәмі шығып кетеді деп ешқандай да уайымдамаңыздар. Айранмен реакция жүріп, көпіршіп, ешқандай да дәмі шықпайды. Өте қатты да емес, өте жұмсақ та емес, осындай әдемі қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақтау болғандықтан, оқтаумен ысқанда абайлап, қатты күш салмай ысамыз. Қамырымыздың қалыңдығы шамамен осындай болады. Коржық кесетін құралым жоқ деп, еш уайымдамаңыздар. Мен секілді осындай фужердің көмегімен кішкене дөңгелек қылып кесіп алсаңыздар болады. Дайын болған коржықтарымызды орташа отта 30-45 минутта пісіріп аламыз. Осындай әдемі коржықтарымыз дайын болды. Егерде менің каналым сізге ұнаған болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.